Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін YouTube каналымда мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сары майымызды еріген аламыз. Оның үстіне қаймақ, одан кейін бір жұмыртқаны салып, үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оған дейін мен алдын ала ұн мен қопсытқыш, тұз үшеуін араластырып дайындап қойдым. Ендігі кезекте сол ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Басында мен венчиктің көмегімен араластырдым, ал содан кейін қолыммен жұмсақ осындай қамыр илеймін. Міне біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын керемет қамыр пайда болды. Енді осыны 10-15 минутқа холодильникке қойып, енді мен ортасындағы фаршты дайындаймын, яғни начинкасын дайындаймын. Оған фарш, картоп және пияз үшеуін жақсылап араластырып, үстіне 1-2 қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырдым. 10 минут холодильникте тұрған тестімізді алып, екіге бөлдім. Бір бөлігін кішкене үлкендеу қылам, екіншісін сәл кішірек қыламыз. Үлкендеу бөлігін алып, жақсылап жіңішке қылып қамырды илейміз. Міне осылай менде шықты, иледім мен. Сосын бұл қамырды духовканың табасына, астына пергамент қағазын жайып, үстіне қамырды салдым. Оның үстіне фаршымды біркелкетіп, тегістеп жайып шығамда, үстіне қалған қамырды илеп жабамын пирогымның бетін. Жұмыртқаның сарысына 2 қасық су қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз да, дайын болған пирогымыздың бетіне біркелкі тегістей қылып жағып шығамыз. Үстіне кунжутын магын сеуіп, 180 градус ысып тұрған пешке 40-45 минут пісіріп алдым. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Өте тәтті, сочный, сондай жұмсақ болып піседі. Пісіруге кеңес беремін. Егер де мен рецептім ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазыңыздар, күтем.